Сақалды жануарлар туралы естігенсің бе? Қызыл белі саки. Оңтүстік Американың тропикалық ормандарында мекендейтін бұл маймылдардың иек астында қалың, ұзын сақал өседі. Сақал әлеуметтік байланыс пен түрді тануда маңызды рөл атқарады. Императорлық тамарин Амазония ормандарында тіршілік етеді. Ұзын, иілген ақ сақалы үшін император аталған. Бұл сақал жұп арасындағы қатынасты нығайтып, қарсыластарға әсер қалдырады. Сақалды шошқа оңтүстік шығыс Азиядағы Борнео мен Суматра ормандарында кездеседі. Мұрын астындағы ұзын қылшықтар сақалға ұқсайды. Олар жер қазып тамыр табуда көмектеседі. Сақалтай Европа мен Азияның таулы аймақтарында ұя салады. Сақалтай атауын тұмсығының астындағы қара қауырсынды сақалынан алған. Бұл жыртқыш сүйектерді биіктен тастап, ішін жеуімен танымал. Ешкі тау беткейлерінде жиі кездесетін үй жануары. Ешкі сақалы жай түк емес, табиғаттың ішкі заңдылығына сай пайда болған көп функциялы биологиялық ерекшелік. Сақалдың орташа ұзындығы 10-20 см дейін жетеді. Табиғаттағы сақал тек сән емес, ол тіршілікке бейімделудің бір көрінісі. Сол себепті ол еркегінде де, ұрғашысында да кездеседі. Яғни бұл жануарлардың көбінде сақал жыныстық ерекшелік емес, түрлік немесе әлеуметтік белгі ретінде қалыптасқан.